Қазақстан құрамасы World Skills чемпионатынан жүлделі оралды. Жұмысшы мамандықтарының 47-ші халықаралық сайысы Францияның Лион қаласында өткен еді. Қазақстандық студенттер 7 үздік медальді қоржынға салды. Осылайша ұлттық құрама жалпы есепте 29-ші орынға тұрақтаған. Бұл жаһандық жарыс цифрлық трансформация заманда жұмысшы мамандықтардың және техникалық білім берудің маңызын дәріптейді. Өте қуаныштымын. Шынымен де өте бір қызық, өте бір керемет сайыс болды. Басқа елдер, мысалы Швейцария, Индия, Австрия, көптеген басқа елдерден күшті мамандар келіп, шынымен де өте қызық сайыс болды. Және де осындай мүмкіндік үшін өте бақыттымын. Өте керемет сайыс болды. Және де мен эмоцияларым өте көп. Әлі де түсінбей жатырмын. Чемпионатқа әлемнің 69 елінен кіл мықтылар жиналған. Ал біздің елдің намысын 32 студент қорғады. Бұл тарихи жеңіс екенін айта кету керек. Өйткені ұлттық құрамада 7 жүлде бұрын соңды болмаған. Бұл білім мен ізденістің арқасында дейді министрлік өкілдері. 69 елдің қазір біз 29-шы орында тұрмыз. Ең бірінші қатысқан жылдар біз 55-ші орында тұрсақ, жылдан жылға біздің балаларымыздың құзыреттілігі артып, яғни осындай жеңімпаз деңгейіне жетіп отыр.